16 мамыр 1999 жылы Гонконгтың Чимсачой ауданындағы полиция бөлімшесіне 14 жасар қыз кіріп келеді. Бойын қорқыныш билеген қыз дірілдеген күйде түсініксіз нәрселерді міңгірлеп айтады. Полицейлер әрең дегенде байқұс қыздың не айтып жатқанын түсінеді. Артымнан еріп жүрген әруақтан құтқарыңдаршы. Бүгінгі видео 90-шы жылдардың ең қатыгез әрі қорқынышты оқиғасы туралы болмақ. Гонконг сотының тарихында бұрын соңды қаралмаған ең қатыгез қылмыс. Олай болса, сіздерді Рилнар арнасында қош көрдік, баршаңызға сәлем. Қазақ тілді контентті қолдасаңыз, осы видеоға лайк басып, арнама жазылып, қоңыраушаны мыжып кетіңіз. Полиция бөлімшесіне келіп, бәрін таңғалдырған қыздың есімі Аха Фонг еді. Десек те, бұл оның өзгертілген есімі. Оның шын есімін тергеу құпия түрде сақтаған. Полицейлер басында Аха Фонг әзілдесіп тұр деп ойлады. Сол себептен күлкіден жарылды. Бірақ қыз өз айтқанынан қайтпай тұрып алды. Оған ешкім сенбегенімен, екі полицей оны үйіне апарып тастайық деп шешеді. Аханың айтқан мекен-жайы бойынша келгенде, полицейлер үйге кіріп, үйді қарап шығады. Үйдің іші бос болғанымен, ішінде біреу тұратындай болды. Үйдің бөлмелері өте лас және қоқысқа толы болды. Шіріген еттің иісі мүңкіп тұрды. Полицейлер Ахаға әруақты көрсет дегенде, ол үлкен Hello Kitty'дің қыжым ойыншығын көрсетеді. Ойыншыққа жақындаған сайын шірік иіс қайдан шығып жатқаны белгілі болды. Ойыншықтың басы тігілгендей көрінді. Полицей тігісті кесіп, ашып қарағанда, адамның бас сүйегін тауып алды. Тергеу барысында Hello Kitty'дің ішінен табылған қалдықтың кімге тиесілі екені анықталды. Ол 22 жасар Фань Манье есімді қыз болып шығады. Фань 1975 жылы тұрмысы нашар отбасыда дүниеге келген. 2 жасар кезінде жетімханаға түседі. Десек те, балалар үйінде де Фаньға ешкім қамқорлық көрсетпейді. Оны тек кемсітіп, мазақ қылады. Фань 15-ке толғанда көшені жағалап кетеді. Білімі, жұмысы жоқ қыз әркімнен садақа сұрап көшеде өмір сүреді. Осылай Фань ішімдікке, сосын есірткіге тәуелді болып қалады. Есірткіге ақша табу үшін Фань тәнін сата бастайды. Чан Манлок есімді 35 жасар еркек оның тұрақты клиентіне айналады. Одан бөлек, Чан оған есірткі тауып беріп жүреді. Фань мұндай өмірден қатты қиналып жүрді. Барлығы Фань 1996 жылы Ву Жуюн есімді жігітпен танысқасын өзгереді. Фань Вуға қатты ғашық болып қалады және жарты жылдан кейін оған тұрмысқа шығады. Ву Жуюнның да жетісіп тұрғаны шамалы болатын. Ол да нашақор еді. Десек те 1998 жылдың басында Фань бала көтергенде өмірін түбегейлі өзгертуге шешім қабылдайды. Жезөкшелік пен нашақорлығын тастайды. Фань жергілікті караоке клубқа администратор болып жұмысқа тұрады. Ал 1998 жылдың қарашасында ұл босанады. Бірақ бұл қуанышты сәттің артынан Фань күйеуімен ажырасады. Әке атанған Ву Жуюн мұндай жауапкершілікті өз мойнына алғысы келмеді. Жас ана баласымен жалғыз қалады. Бір апта өткесін Фань жұмысына шығуға мәжбүр болады. Баласын бірге тұратын көрші қызға тастап жүреді. Өмірі енді дұрысталып келе жатқанда 1999 жылы Фаньның баласы сырқаттанып қалады. Оны емдеуге үлкен сомма қажет болды. Ондай ақшаны караоке клубта жүріп таба алмайтынын түсінген Фань бұрынғы жұмысына оралуға мәжбүр болды. Осылай Фань 1999 жылдың ақпан айында өзінің бұрынғы танысы Чан Манлокпен кездесіп қалады. Сосын екеуі жиі кездесе бастайды. Осындай кездесулердің бірінде Фань Чанның әмиянынан 4000 Гонконг долларын ұрлап алады. Чан байқамайтын шығар деп. Бірақ Чан бәрін байқап қояды. Ол аздай Фаньға 4000 долларды қайтар деп қана қоймай, өтемақы ретінде үстіне тағы 10.000 Гонконг долларын қосып қайтарасың деп айтады. Чан Фаньға 3 күн уақыт береді. Көк тиыны жоқ Фань 4000 долларды бірден қайтарады. 3 күннің ішінде 10.000 доллардың жартысын ғана табады.
бірақ Чан бұған көне қоймады. Оның үстіне Чан триаданың мүшесі болғандықтан, бұл жағдай оның намысына қатты тиеді. Сол себептен 17 наурыз 1999 жылы Чанның екі досы 27 жасар Лунг Чинчо және 19 жасар Лунг Вайлун Файнды алып қашады. Олар оны әлгі Гренвилл Роуд 31 көшесіндегі пәтерге апарып тастайды. Ол Чанның үйі болатын. Үй болғанда 5 жатын бөлмеден тұратын жүзікше қана еді. Қысқасы Чан Файнға қарзыңды өтеп біткенше осы жерде жұмыс істейсің деп айтады. Файнға неше түрлі еркектер келіп білген істеп кетеді. Ол аздай есірткіге тойдырып, ұрып соғады. Осының бәріне куәгер болған Аха Фонгтың айтуынша, бір күні Чан есірткіге тойып алып, Файнның басынан және бетінен 50 рет ұрып, қарзыңды қашан қайтарасың деп айқайлаған екен. Қатты жарақаттанған Файнға енді сұраныс болмайтынын түсінген Чан малғұндықтың келесі кезеңіне өтеді. Ол Файнды тірі ойыншыққа айналдырады. Ең лас қиялдарын Файн арқылы жүзеге асырады. Осы сәттен бастап Файнның өмірі нағыз тозаққа айналды. Осыған дейін айтылған және ары қарай айтылатын әңгіме Аха Фонгтың түсініктемесіне негізделген. Бастапқыда Чан және оның достары Файнды ағашпен бекітілген балконда байлаулы күйде ұстайды. Арадан біраз уақыт өткесін Файнды асханаға апарып тастайды. Олар Файн қашып кетпеу үшін аяғын оттықпен күйдіріп тастайды. Таяқ және темір сымдармен сабайды. Мотор майын күштеп ішкізеді, бетіне сірке суын шашады. Малғұндардың ең сүйікті ермегі пластик түтікшені өртеп Файнның денесіне сурет салу еді. Олар байғұстың күйіп кеткен терісіне чили бұрышын сеуіп тырқылдап күлетін. Оларға Файнның жылағаны ұнамайтын. Сол себептен оны азаптағанда оны күштеп жымиюын талап ететін. Бұл малғұндықтың бәрі 14 жасар Аха Фонгтың көз алдында болады. Ол 34 жасар Чанның жүретін қызы еді. Ахаға кез келген уақытта пәтерге келіп кетуге рұқсат етілген еді. Ол үйдің ішінде болып жатқан сұмдық жағдайларды жай ғана ойын деп қабылдайтын. Егер Файн бақытты кейіп танытпаса, үш малғын оны сабайтын. Іштері пысқан уақытта сабайтын. Ойнап күлу үшін сабайтын. Ахам оның бәріне ойын деп қарады. Ал малғындар Файнды азаптап болғасын Ахамен отырып ойын тіркемесін ойнайтын. Немесе сыртқа шығып қыдырып қайтатын. Аханың бұл малғындыққа қалай қатысқаны жайлы ақпарат жарияланбаса да, журналистер ол да Файнды азаптағанын біліп қояды. Не үшін олай істедің деген сұраққа Аха, мен бұның бәріне ойын деп қарадым. Адамды азаптаған қандай екенін сезінгім келді, деп жауап береді. Бір күні Файнның үні шықпай қалады, жартылай тірі сияқты. Малғындар да оны азаптаудан жалығады. Олар Файнды аяғымен ілмекке іліп тастап кетеді. Осылай бір ай өтеді. 15 сәуір күні ұйқысынан тұрған Аха Файнның өлі денесін көреді. Малғындар оны ваннаға апарып, ары қарай не істейтіндерін жоспарлайды. Бір ортақ шешімге келе алмағасын, олар Файнның мәйітін еденге жатқызып, қыдырып қайтуға аттанады. Аха Фонг және үш малғын пәтеріне қайтып келе жатқанда, үй жақтан полиция қызметкерлерін жолықтырады. Олар басқа оқиға бойынша келгенімен, қылмыскерлер қорқып, сасқалақтап кетеді. Осылай Чан барлығын жинап, Файнның денесін жоқ қылып жіберейік дейді. Малғындар Файнның денесін бөлшектеп тастайды. Кейбір қалдықтарын қазанда қайнатады. Кейін сол қазанға тамақ істеп жейді. Денесінің кейбір бөлшектерін мұздатқышқа салып қояды. Басын алып қазанда қайнатады. Файнның басынан тек сүйегі ғана қалғанда, оны Hello Kitty'дің ойыншығына салып жасырады. Қысқасы, мына біткен іс әрекеттерден кейін Аха есін жинап шошып кеткен мыс. Оның айтуынша, енді Файнның әруағы оның артынан қалмай жүреді, деп қатты қорыққан екен. Болған оқиғаны толық айтып беремін деп полициямен келіскен Ахаға толық қорғаумен қол сұқпаушылық уәде етілді. Ол тергеушілерге барлығын айтып бергесін, Чан тұтқындалды.
Ертесі полицияға Лунг Чинчо өз еркімен келді. Ал Лунг Вайлун Қытайға тайып қалды. Бірақ 2000 жылы жас қылмыскерді тұтқындап отанына қайтарады. Сот барысында қылмыскерлер бір-біріне жала жауып өз кінәсін азайтқысы келді. Тіпті қорғаушы тарап үш малғынның кінәсіз екеніне сотты сендіруге сәл қалды. Өйткені Файн оны азаптағаннан қайтыс болғанына дәлел болған жоқ. Нақты неден қайтыс болғаны белгісіз болды. Қорғаушы тарап Файн есірткі қабылдап өліп қалған деп клиенттерін ақтамақшы болды. Сот барысында оқиғаның мән-жайын айтып жатқанда, сот қызметкерлерінің мазасы қашып, 2 рет үзіліс жасауға мәжбүр болды. Гонконг сотында дәл мынандай қатыгез қылмыс қаралмаған. Сендердің жасағандарың барып тұрған малғындық пен рақымсыздық. Марқұмға жасаған нәрсені тіпті хайуанға да жасамайды. Деп сот қызметкері Питер Нгуен сөзін аяқтайды. 7 желтоқсан 2000 жылы 3 қылмыскерді өмір бақи бас бостандығынан айырады. Тек 20 жылдан кейін ғана мерзімнен ерте босап шығу мүмкіндігімен. Оқиғаның басты куәгері Аха Фонг сотталған жоқ. 2004 жылы Лунг Чинчоның мерзімі қысқартылды. Себебі ол Фань Маньеге аяушылық танытқан жалғыз адам екенін сот ескеріпті. Одан бөлек Лунг Чинчо түрмеде христиан жиындарына қатысып, дұрыс жаққа өзгергені үшін 2014 жылы бостандыққа шығады. Чан Ман Лок және Лунг Вайлун Стэнли түрмесінде жазасын өтеп жатыр. Олар 2020 жылы мерзімнен ерте босап шығуға өтінім берген екен. Бірақ сот психиатры оларды адам болмайды деген шешім қабылдапты. Соған қарағанда олар өмірінің соңына дейін түрмеде отыратын сияқты. Бұрынғы әйелінің оқиғасынан кейін Ву Джи Юн есін жинаған сияқты. Ол баласын алып Сингапурге көшіп кеткен деп айтады. Фань азапталып өлген пәтерді ешкім сатып алғысы немесе жалға алғысы келмеген. Ол 2012 жылға дейін бос тұрған. Кейбір адамдар пәтердің ішінен әйелдің айқайлаған дауысы естіледі деп айтады. 2012 жылы ғимаратты бұзады. 2016 жылы ол жерге Соравит деген қонақ үй тұрғызады. Оның қасына Фаньға арнап Будданың 3 мүсінін орнатады. Десек те адамдар Фань Маньенің сұмдық оқиғасын әлі күнге дейін еске алады. Тіпті кейбір адамдар қонақ үйдің қасында Hello Kitty'дің кейпінде жылап отырған әйелді көрдік деп айтады. Қысқасы, бұл менің арнамдағы қатыгездік бойынша Дзюнко Фурута және Сандра Палоның оқиғаларымен тең ең сұмдық және жиіркенішті видео шығар. Менің ойымша Аха Фонгты да өмір бақи бас бостандығынан айыру керек еді. Ал Лунг Чинчоны мерзімнен ерте босатпау керек еді. Ал сіздер өз пікірлеріңізді комментарийге жазып кетіңіздер. Баршаңызға аманшылық.